Қайырлы кеш, құрметті оқырмандарым, құрметті достар. Бүгін қозғалатын тақырып көп ағаларымыздың арасында, болмаса жас келген кісілердің арасында келетін сұрақ. Мынау Олжас, осы жыныстық жолында әлсіздік байқалып жүр, бірақ дәрі ішейін десем, дәрі іше алмаймын дейді. Осыны қалай емдеуге болады? Дәрісіз емдеуге бола ма? Не істеуге болады? Әрине, бұл әртүрлі жағдайларға байланысты кездесетін жағдайлар. Бір кісі мысалы дәрі іше алмаса, асқазанда проблема болатын болса, неден бастау керек? Бірақ айтады, менің жыныстық жолдарындағы әлсіздік бар, оны көп жағдайда дәрі тағайындайды, оны мен асқазаным көтермейді, ішсем құсып тастаймын, болмаса жүрегім айниды, болмаса жағдайлар басқалар болады. Енді осының басқа шешімдері бар ма дейді. Әрине, бұл шешімдері бар. Ең алдымен басты мәселені емдеу керек. Неге? Өйткені бірінші асқазан ішек жолдарында қандай да бір өзгеріс байқалатын болса, мысалы құсу диспепсия болатын болса, ол значит бұл жерде асқазанда проблема бар. Мүмкін ойық жарасы бар, мүмкін гастрит ауруы, мысалы омыртқаның, асқазанның, мүмкін өт жолдары дұрыс қорытпайды, дәріні қорытпай ма, может тамақ дұрыс қорытпай ма, соған тікелей байланысты болады. Ең басты мәселе бірінші асқазан ішек жолдарынан бастап емдеген дұрыс. Өйткені қандай да болсын, біздің астың қорытылуы, болмаса дәрінің қорытылуы, бұл тікелей ішек жолдарына байланысты, ас қорыту ішек жолдарына байланысты. Қарап отырсақ, біз дәріні ішкен кезде асқазанға түседі, осы жердегі біздің қышқылдық сілтілік ортаға түскен кезде дәрінің барлық капсуласы еріп, сол жерден қан тамырларға өтеді. Ішек қан тамырларға сіңу арқылы біздің бауырға барады бұл дәрілер. Бауырдан фильтрация етіліп, керекті ағзаларға әсерін тигізеді. Осы мақсатта, егер де асқазанда проблема болса, бауырда проблема болса, ең алдымен осы асқазан ішек жолдарындағы бауырдағы проблеманы бірінші шешу керек. Өйткені адам ағзасы, іш құрылысы таза болмайтын болса, іш құрылысында бактериялар болатын болса, оның патологиясы болатын болса, қандай да дәрі ішсеңіз, қандай да ем қабылдасаңыз да сізге әсер етпеуі мүмкін. Өйткені ағзадағы шлактардың барлығын тазаруы, ағзаның дұрыс дәріні қабылдауы бұл асқазан ішек жолдарына байланысты болғандықтан міндетті түрде ас қорыту жолдарын емдегеніңіз дұрыс. Екінші жағдай, егер де ас қорыту жолдарында проблема болмаса, бірақ дәрі іше алмайтын жағдайлар кісілер бар ғой, дәрі ішпейтін адамдар бар. Оның екінші жолдары бар. Әрине, бұны мынау жыныстық жолдарындағы әлсіздікті физиотерапия арқылы емдеуге болады. Осы жыныс жолдардағы ерлікті жерге ем жасай отырып, мысалы, ударно волновая терапия, одан кейін урал матрица аппараты арқылы, мавит аппарат арқылы ерлікті жерге ем жасау арқылы емін жақсартуға болады. Одан кейін тағы да бір метод емдеу жолдарының бірі бұл плазма лифтинг, яғни адамның плазмасын ала отырып, жыныс жолдарға егу арқылы осы қан тамырлардағы қанның циркуляциясын жақсарту үшін осы методтарды қолданылады. Сонымен қатар әрине басқа себептердің де әсері болуы мүмкін. Мысалы, қан тебетінің әсері жоғарылап кететін болса, қанттың да мынау жыныстық әлсіздікке алып келеді. Өйткені қан тамырдың бойындағы қанның қоюлығы, қанның жүрісінің төмендеуі, осы жыныс жолдарға қанның баруын бәсеңдейтін болса, әрине осы проблемалық кездеседі. Оған себеп сахарный диабет болуы мүмкін. Міндетті түрде сахарды қалыпты ұстау керек. Әрине, эндокринолог мамандарға жүгіну керек. Кеше тағы бір пациентім болды, бүйрегін операция жасаған, бір бүйрегін алып тастаған, операция жасаған орында ірің пайда болып жатыр, яғни жазылмай жатыр анасы. Сұрастыру барысында бұл кісіде сахар диабет бар, сахары постоянно жоғарылап кетеді, инсулинмен ғана жүрген. Мына абсцесстің пайда болу себебі, іріңнің қайта пайда болу себебі, жазылмау рананың, әрине бұл сахарға байланысты болып тұр. Сол себепті ең басты сахарды емдемейтін болса, ол рана қайта іріңдей беруі мүмкін. Соған байланысты адам ағзасындағы инсулин гормонының дұрыс жұмыс істеуі, ол біздің ас қорыту жүйесіне тікелей әсер етеді. Өйткені инсулин жоғары болатын болса, қандай да болса гормонның бұзылуына алып келуі мүмкін. Инсулин резистенциясына байланысты, мысалы, бауырдың бұзылуы, өт жолдарының бұзылуы, ол эректің қабілеттің төмендеуі, осылай тікелей бауырға байланысты. Өйткені бүйрек үсті безінде бөлінетін гормон бәрібір бауыр арқылы фильтрация етіледі. Өйткені жерде гликонеогез процесі жүретін болғандықтан бүкіл жеген асымыздың барлығы бауыр арқылы фильтрация етіледі. Өйткені бауыр біздің ең басты айтатын болсақ органымыздың бірі. Өйткені түнгі уақытта мысалы ұйықтайтын адамдар демалатын кезде біздің бауырымыз ғана демалмайды. Өйткені бүгін ішкен жеген тағамымыздың бәрін қорытып, майға айналдырып басқа жаққа қорытатын себебі бауыр. Соған байланысты бауырды көп жағдайда май басып кетеді. Май басудың әсеріне байланысты адамда ожирение басталады, сахар диабет пайда болып басталады, мысалы
әртүрлі аурулардың барлығы бауырға байланысты. Соған байланысты бүгінгі видеом сіздерге ұнаған болса, әрқашанда бауырларымызды күтейік. Бауырымыздың дұрыс болуына өзіміз ғана жауаптымыз. Әрқашан бауырды күтсеңіз, бүкіл ағзаңыздың деніңіз қалпына алып келеді. Аман болыңыз, сау болыңыз. Біздің видеоға астына міндетті түрде лайк басып, өзіңіздің комментарийға пікіріңізді жазып кетіңіз. Келесі кездескенше амандықта жүздесейік.